Баршаңызға сәлем. Бүгін ірімшік қосылған тоқаштар. Ол үшін бізге керегі аштықы, 1 шай қасық, 1 шымшы тұз, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық сұйық май, 1 жұмыртқа. Бәрін қосып араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары май, жылы сүт 200 мг-дай, жылы су 100 мг. Бәрін араластырып, илеуіштен өткізілген ұнды біртіндеп қосамыз. Онымен де шамамен 500 грамдай. Онда негізі көп қосуға болмайды. Көп қосса тоқаштарда тығыз болады. Қамырды қасықпен араластыруға қиындаған кезде қолмен ысамыз. Қолмен жұмсақтап ысамыз. Осындай қамыр жұмсақ болу керек. Ысып болғаннан кейін бетін жауып 1 сағат жылы жерге қойып қоямыз. Осы уақытта кремін жасаймыз. Ол үшін бізге керегі ірімшік, ванильді қант, оның үстіне жай қант, 3 ас қасық қаймақ қосамыз. Кішкене араластырамыз. Егер ірімшіктеріңіз осындай менікіндей құрақ болмаса, қаймақты қосып керек емес. Енді барлығын блендермен жұмсақтаймыз. Консистенциясы осындай крем болу керек. Енді көтерілген нанымызды кішкене ұн сеуіп ысамыз. Ішіндегі кислород шығу үшін. Нанымызды ысып болғаннан кейін қамырымызды жаямыз. Қамыр жайғанда не қалың, не жұқа болмау керек. Шамамен 2-3 мм болу керек. Дайын болғаннан кейін үстіне дайын кремімізді жағамыз. Кремді жағып болғаннан кейін рулет қылып бүктейміз. Қамырды бүктеп болғаннан кейін шеттерін жабыстырамыз. Ішінде кремі ағып кетпеу үшін. Енді бөлшектерге бөлеміз. Дайын кесілген тоқаштарымызды противенға үстіне пергамент қағазы қойылған үстіне қойып қоямыз. Шамамен 15-20 минутқа көтерілуге. Бетін пленкамен немесе кухняның майлығын жауып қойыңыздар. Шамамен 15-20 минутқа. Нанымыз көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Сарыуызын жағып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30-35 минут пісіреміз. Осындай жұмсақ әрі үлпілдеген өте дәмді тоқаштар шығады. Шайларыңыз дәмді болсын. Көріңіздер.